Жамбыл облысы Шу ауданы. Сабақтың тақырыбы: мемлекет қорғанысының конституциялық негіздері. Сабақтың мақсаты: Қазақстан Республикасы Конституциясында бекітілген қорғаныс саласына қатысты негізгі нормаларды анықтау. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің құрылымын жіктеуді үйрену. Қазақстан Республикасының Конституциясы ел қорғанысындағы басты заңнамалық база болып табылады. Онда мемлекеттің қауіпсіздігі және қорғаныс туралы негізгі құқықтары нормалар бекітілген. Конституция негізінде еліміздің қорғанысын ұйымдастыру саласындағы қатынастарды толық реттеуі қамтамасыз ететін заңнамалық актілер қабылдады. Қазақстан Республикасын қорғау оның әрбір азаматының қасиетті борышы және міндеті. Республика азаматтары заңда белгіленген тәртіппен түрлер бойынша әскери қызмет атқарады. Бұл ереже Қазақстан Республика Конституциясының 36 бабында бекітілген. Бұл азаматтардың қасиетті саналатын жалғыз конституциялық міндеті. Қазақстан Республикасының қарулы күштері, олардың құрамы мен атқаратын қызметтері. Қарулы күштері агрессияға тойтарыс беруге, Қазақстан Республикасының аумақтық тұтастығы мен егемендігін қаруланы қорғауға, мемлекеттік және әскери нысандарды күзетуге және қорғауға, әуе кеңістігін күзетуге, заңсыз қарулы күш құрылымдарға қарсы күресуге арналған. Құрлық әскерлері қарулы күштерінің сан алуан және көп санды түрі. Олар ұрыс майданында жау агрессиясына тойтарыс беру және Қазақстан Республикасының аумақтық тұтастығын және ұлттық мүддесін қорғауға бағытталған. Құрлық әскерлерінің құрамына басқару органдары, әскер тектері, десанттық шабуылдау, ракета әскерлері және артиллерия, арнайы әскерлер, тыл, оқу және резервтегі бөлімдер кіреді. Олардың қол астында түрлі қару және әскери техника бар. Әуе қорғаныс күштері Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің әуеден төнген қарсыласпен шайқасуға, қарулы күштерінің әскери топтарын авиациялық соққылардан, әуеден келетін жау ракетасын қорғауға, қарсыластың әскери топтарын мемлекеттік және әскери нысандарды жоюға, басқа да мәселелер шешуге бағытталған. Құрамына әскери әуе күштері, әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлері кіреді. Әскери теңіз күштері Каспий теңізінің қазақстандық секторында, шекаралық өзен және су қоймаларында Қазақстан Республикасы мемлекеттік шекарасын, аумақтық тұтастығын және ұрыс қимылдарын барлық түрін жүргізу бағытталған. Әскери теңіз күштері құрамына теңіз базасы, түрлі текті кемелер дивизионы кіреді.